Мемлекетіміздің рауажлануы үшін білімлі кадрлар керек. Дүния тәжірибесіне сүйенсек, балаларды мектеп дәуірінен басылап белгілі бір кәсіпке бағдарлап басылайды. Нәтиже болса ұнамлы. Өз қызығушылығына бола кәсіп елеген бала мемлекет үшін таптырмас білімлі, кәсіп иесі сыпатында қалыптасып шығады. Бұл бағдарда Қарақалпақстанда қандай жұмыслар алып барылып жатыр? Хабаршымыз бұл хақында толығырақ мағлұмат береді. Келешек үшін кәсіпті қалай таңдаймыз? Бұл сұрауды мектеп оқушысына берсеңіз, екіленіп жауап қайтаруы табиғи. Бұған себеп кәсіп хақында толық мағлұматқа ие болмауы. Сол ұшында перзентлеріміз мектептен басылап кемінде 2 тілді, һәм бір кәсіптің сырын терең үйреніп шығу керек деген еді. Бұның үшін болса, әмелият хауадай зарур. Бұл бағдарда пайтақтымыздағы бірінші санлы айрым пәнлер тереңдестіріліп оқытылатұғын класслары бар мектеп жәмәатының істері республикамызда ең үлгілі деп табылды. Бұл сөзімізге дәлелді оқушылардың әмелдегі істері менен көрсетіп өтпекшіміз. Бұл жерге келіп тігушілік сырларының барлығын үйрендім. Һәм үстімдегі киімімді өзім тіктім. Һәм киімімді ата-анам көріп жүдә қуанды. Келешекте осындай цех ашып, хаял қызларға тігушілік сырларының барлығын үйретемін. Біздерге мектебімізде тігушіліктің түрлі сырлары үйретіледі. Бұл қолымдағы сөмкені өзім моншақтан тоқығанмын. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Һәм келешекте мен сондай бисер моншақлардан және түрлі нәрселерді тігіп үйренмекшімін. Соны да айрықша айтып өтуіміз керек, мектеп жәмәаты Германия мемлекетімен бірге іслесіп келеді. Неміс тілі де шет тілі сыпатында терең үйретіледі. Ал бұл тігушілік ұстаханасы оқушылар үшін хақиқи сауға һәм имканият. Ешбір дәуірде оқушыларға бүгінгідей имканиятлар жаратылмаған. Мектеп жәмәаты Германияның кіші жойбарларына өз басламаларын ұсынып, нәтижеде 186 миллион сом қаржыны ұтып алуға мияссар болды. Мінекей өзіңіз көріп тұрғаныңыздай, тігушілік үшін кереклі болған барлық үскенелер бұл жерде орнатылған. Біздің ітібарымызды тартқан тарепі гілем тоқу ұшында үскенелер орнатылған екен. Осы мектептің оқушысы Альфия 8 класс болуына қарамастан өзі де гілем тоқып баслапты. Біз әзір сәубетлесеміз. Лума, гілем тоқу үшін адамнан не нәрселер талап етіледі? Ең керектісі шыдамдылық. Мен өзім гілем тоқимын деп ойлаған едім. Бірақ бұл мектебімізде гілем тоқу үшін үскенелер, имканиятлар жаратылып қойғаны үшін мен өзім ойландым. Неге мен бұны істей алмаймын деп. Келіп, үйреніп көрсем, гілем тоқу аңсат емес екен. Мәселен, мен қазір Қарақалпақтың милли нақсын тоқып отырмын. Бұны өзім компьютерда схемасын істеп шығардым, һәм сол бойынша тоқып отырмын. Демек, мектеп тәжірибесін республикамыздағы барлық орта білім беру мектептеріне енгізу бүгінгі дәуірдің басты мәселесі деп келтірді семинарда сөзге шыққандар. Бүгін рауажланған мемлекеттер тәжірибесін енгізу, кадрлар арасында бәсекені рауажландыру, бұның үшін әрекетті мектептерден басылау керек. Біздің мектебімізде сентябрь айынан басылап тігушілік бойынша дөңгелеклер істеп тұрды. Һәм январ айынан басылап сабақ кестелеріне сабақлар қойылды. 10 классларда тігушілік, һәм екінші кәсіп бұл веб-дизайнер кәсібі болды. Бұл үшін біздер оқушыларды айыру үшін олардан сұраунама алдық, ата-аналарынан келісім алдық, һәм балалардың қалеген тілеклеріне қарап сол екі кәсіптің біреуі бойынша бағдарлап оқытып жатырмыз бүгінге жекем. Һәм бүгін сол республикалық семинар дөңгелегінде шеңберінде біздер сол оқушыларымыздың өздерінің ұстаханада тіккен тігу өнімлерін акциясын істедік. Һәм бұны келген ата-аналарға, семинар қатынасушыларына таныстырып өттік. Бұдан тысқары екінші шет тілі біздің мектебімізде инглиз тілінің қасына неміс тілі сабақлары қосылған. Һәм балалар сол мектеплерде тек қана бір шет тілін үйреніп қоймай, екінші шет тіліне де қызығушылықпенен өздері қатынасып жатырды. Сіз көріп тұрған бұл шаңарақ үшін кереклі болған үйрізгешілік бұйымлары мектеп жәмәатының минетінің нәтижесі. Көргізбеге қойылған бұл қол өнерлеріне қатынасушылар айрықша қызығушылық білдірді һәм сатып алды. Әлбетте, минетінің нәтижесін көрген мектеп жәмәаты бұннан рухланып жаңа жойбарлар үстінде жұмыс алып бармақшы. Мағлұмат үшін соңында айтып өтуіміз керек, осы 2 жылдың ішінде мектеп жәмәаты ашық бюджет порталына 3 мәрте жойбарларын ұсынып, ізбе-із жеңімпаз болған еді. Бұны хақиқи ауызбіршіліктің үлгісі сыпатында айта аламыз.